Барлықтарыңызға қайырлы кеш, влог продолжается. Привет, YouTube. Бүгін біз стадионға келдік. Қырғызстан, Қазақстан сборный футбол ойнайды екен. Товарищеский ма, білмеймін, просто ойнай ма или... Салам алейкум, Арманчик. Я тоже хочу делать. Все, адыши, братан. Медийный футболисттер екен, сборный емес. Мына жақта Қазақстан медийный футболист, блогер, әнші күйшілер. И мына жақта Қырғызстанның әнші күйшілері. Звездалар жүр, короче, іші пысқанның бәрі осында жүр. Короче, ан жақта отқанбыз негізі. Кіргізбейді, сосын барақта бір кісі баратта, сөйлеседі да, кіріп кетеміз ғой. Общение бар екен мықты. В отеле жил, да. Давай, пойдем. Я тоже ростом, как я почти. Короче, ана жақта футболды зонтикпен ойнап жатыр ғой, красавчик, бас істейтін шариш. Үсті ойнаған удобно. Тиктокер жүр екен де, бірақ қайсысы шатысып атсың ғана жерде. Бір тиктокермен түсіп отыр, короче. Көрінбей ағанша, бәк. Субтитр ма, қалайданы? Оператор ма бірден өр, короче. Футболдың ойынын айтып отыратын осы. Арттағы екі кісі екен. Солға енді родной саған байлет етіп отырмын. Адеме. Ассаламу алейкум всем подписчикам Арната. Хочу вам сказать, предложить, что есть очень хороший канал, и я вас всех зову подписаться на него. Арната, ассаламу алейкум. Осы 8 команданың ішінен жеребьевка болады, 2-2 бөліп алады өздері ойнай береді ғой футболды ше. Жақта чисто мобилографтар жүр, мына жақта жүр, командалар жетеді, короче. Мобилограф. Еба! Бөлек қона машина, Ромекеңнің машинасы. Қудыртпа монтаж видеоларды көрдім, бірақ қудыртып машинаған бір тек көрдім. Экран деген. Мультфильм сияқты. Ол мильмен ғой, короче, ана аппарат. Несі? Спидометр мектада тұрады. Объемы неше, минус па? Еба, бөлек наш таза кожа, алды, свет үсті бәрі, люк. Телевизор ол кәдімгідей, домалақ телевизор бірінші рет көрдім. Мынау еще автомат екен, газ, пас, бәрі бар. Зор, оны пип-пип деп қыласың, мынау іште кішінде отыр. Мына Армайке бауырымыз, мына Витнашкамен түнгі алматы шулар. Тугиспен жүретін бала алматы наш деп атыр, короче. Тұсылдаған ғана естісің ғой, өлен естей ма жалғы? Короче, атудың концертінің залына келдік, мына жақта квн ойнап жатыр. Сәл температурамен ауырып тұрған бар енді. Мына жақта қыздар точно квн көруге емес, басқа БХБ ма соған келді. Ар жақта жегет балалар. Мырза болды, молодцы. Арманның университеті ғой. Арман, в общем, шешеді екен. Негізі анау кіргізбейді. Мен общение стап кіргізіп тұр ғой сонда. Тек қана атудың балалар ғана кіре ма, сонда бірдеңесі. Сен отырасың ба? Квн-да вип дейтін бар. Қайсысы? Үстінде, тапердің үстінде. Бас лиганың 2 дүркін чемпионы, Рухфайтинг Боб ММА жауапкері, Бексұлтан Біләл лақабаты Апачи. Қыздар, сосын мен жігіттерді жамандай беретін қыздар қауымының азым бар. Жоқ, соларды түсінбеймін, жігіттерден не жаманшылығы көр? Ал ояға сәттілігін жақсы ойнап, бастан мамын бойынша заттар шығып, мал қауып. Соны алмайын деп түсін ғой, алмайын. Алмасаң давай, таңда сен 2 таңда болса шал. Мен болмаса Никонет, конечно. Короче, бүгін сыныптастың соңғы күні, соңғы съемкасы. Енді съемкалар тағы бола береді ғой, бірақ сыныптастың осы сериясы, 10 сериясы, соңғы серияға көреді. Бүгін әдемі локациядамыз. Төбелеспен Заброшканың локациясы сәл температура болып, что-то ауыр. Қан киінсем де ұмыттым, что-то температура болып, сондай. Не то вообще. Бүгін Балқашқа қайтатын күнім. Осы уақытқа Алматыға келгеннен кейін 5 күннен кейін Балқашқа қайтсам екен. Шаршап кеттім Алматыдан деп жүріп. Бүгін кететін күн болғаннан кейін кеткім келмей почему-то Балқашта не істеймін деп
қуып кеткен сол, короче. Съемка ана жақта күн жылы, жігіттер ұйықтап жатыр. Ана жақта ойнап жатыр, короче. Ауыл сияқты, заброшкасы сияқты ма, еще шөп, кәм жап-жасылған оған ше, әтеңін. Мына кісі мына отырған режиссер, режиссер ғой, екі режиссер бар сонда. Мына жақта оператор, звукач, сондай. Актерлардың мықты кәдімгідей актер ғой. Айрам деп тұрған актерлар ғой. Ё-майо, кадр ұстайсың ғой, жібермейсің ғой. Құлаған кезде таза контент болып жетті негізі. Болшы. Турецкий районға келдік. Өзі құсай ма или мына жақ российский домдар, турецкий домға ұқсайды екен. Или қытылдатып жатырмын ба. Соңғы күн, соңғы съемкалар сыныптасының. Соңғы бітпейді, осыдан кейін тағы жалғаса береді ғой. Осы айдікі бүгін соңғы күн екен. Алихан көкеміз міне Талғарскийді, Талғарды ұстап отыр. Талғардың 9-шы класстарын ұстап отыр. Өзі 11 оқиды. Шекерде бір отрывок бар, мына жерде бір тас жатады, сол жерге келіп жүгіріп отырады, тығылғатыны бар. Сол жер ма дейіп қаламын. Сәл контент үшін бәрін істейтін бар еді. Раз. Через 5 минут. Режиссер, оператор, звукач, мына жақта админдар барлығымыз съемканың ортасында қазір тамақ ішейін деп жатырмыз дейтін блогерлар болады ғой. Бәрін айтып отыратын. Ана арманда жыртады негізі. Қазір обед уақыты, тамақ ішетін уақыт, достар. Міне қазір көңіл күй қандай, ауа райы сияқты тамаша. Бұрда жақта Барец Питер Паркерді көріп қалдық қой. Арқанға мініп алып, үсте шығып өрмелеп жүр. Тренировка жасадым, салмақ қойып. Ертең жарыс дейді. Питер Паркер. Кеше ғана келген сияқты, бүгін уже қайтып бара жатырмын ба дейтін ощущение болып тұр ғой. Бір жағынан кеткім келмейді, бір жағынан кеткен лучше сияқты ма деп қаламын. Жди меня Балқаш деп қоясың ба. Ана Балқаштағы балалар кеме деп жатқан сияқты. Короче, бүгін таңғы сағат 6-та Балқаштағы келгеннен кейін өкініп қалғансың ғой, нағып келдім, кеше ғана кетсем екен деп. Бірақ, короче, бүгін түнгі сағат 11-де бауырдаққа асымыр саусағын түсіп тұрған жоқ бар адынай. Болды, просто камераны саусақпен ұстап тұрғанда. Бүгін түнгі сағат 11-де ма, примерно 12-бірлерде бауырдаққа примерно бір андай тамақтарды асмрға түсірейін деп отыр. Алып асмр дейтін бөлеп вообще андай видеодан көріп отырған адам ауыз ағы мысалы мен сөйтіп отырамын, мысалға менше сол короче сәл кішкене ауырып тұратын алдын бір 2 күндей бір аптадай болды ауырып жүрмін. Сол от души. Осымен влог бітті. До конца көргендеріңізге всем от души. Балқаштан сәл контенттер бітчет болады енді примерно. Бірақ желание қалай бар, солай түсіре беремін ғой. Всем от души, до свидания, всем пока, давайте.